Достар, бүгін біз табель жіберетін боламыз. Еңбек сайты арқылы мой кабинетке кіреміз. Мына жерде субсидированный деп тұр. Соны бассаңыздар, төменгі жақта табель деген бар. Соны басасыздар. И мына жерде қосу деген бар. Соны бассаңыздар, сіздің IP-ның данные қай жылы, қай айға және қай қала, соның бәрін сақтайсыздар. И мына жерге сіздің IP-ңыздың данные және работниктің данные тұрады. IP-ның счет реквизиті және работниктің барлық данныйлары шығып тұрады. Енді мына төменгі жақта табель тұр. Мысалы біздің ситуациямызда қазір бұл кісі 12 күн жұмыс жасады. Сондықтан біз 12-ні көрсетеміз. И біздер мына жерге айлық бір айда қанша сумма, соны көрсететін боламыз. 195 мың теңге. И және мына жерде сумма наличный заработная плата деп тұр ғой. Сол жерге 12 күнге қанша сумма алады, соны жазатын боламыз. Біздің ситуациямызда 117 мың теңге. Сондықтан енді осының мына жерде пенсионный отчисление деп тұр ғой. Сумма пенсионный взнос деп тұр негізі. Сол жерге мына жерге 11.700 деп жазасыздар. Енді бізге бюджеттен түсетін сумманы жазу керек болады. Мына жерде бюджеттен бізге қазір данный бар ма? 40.950 теңге сақтаймыз. Жоғары жақта данный успешно сохранен деп шығу керек. Міне шықты. Енді мына төменгі жақта қол қою деген бар. Соны басасыздар. И және РСА-мен қол қоясыздар. IP-ның РСА ключімен қол қоятын боласыздар. Сонымен біздің табеліміз онлайн центр занятоске кететін болады автоматом. Достар, егер менің сіздерге берген ақпаратым қандай да бір сіздердің проблемаңызды шешіп, сіздерге пайдалы болса, менің каналыма жазылып кетулеріңізді сұраймын. Подписаться батырмасы бар, соны басып, колокольчикті басып қойсаңыздар. Алдағы уақытта өте керемет, маңызды информациялармен бөлісетін боламын. Және де комментарий қалдырыңыздар, алдағы уақытта қандай видео салайын.